Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен дәл осындай әдемі де дәмді ватрушки жасаймыз. Каналға тіркеліп, видеоны аяғына дейін тамашалаңыздар. Нанымыз әдемі көтерілуі үшін ең алдымен опара жасап аламыз. Ол үшін жылы сүтімізге қантты, дрожжиді салып, барлығын араластырып, қақпағын жауып, 15 минутқа қалдырамыз. Шамамен 15 минут өтті, біздің опарамыз дайын болды. Енді өзге де ингредиенттерді қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Сұйық май құямыз және бір жұмыртқа саламыз. Жұмыртқа бөлме температурасында болғаны дұрыс қыздар. Енді ұнға жарты чайный ложка тұз қосып және 2 грамм ванилин қосып араластырып аламыз. Мына пакетикта 2 грамм, осы пакетикті толықтай қосатын боламын. Міне осылай бір араластырып жіберіп, жаңағы дайындап алған жидкий ингредиенттерге қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Барлығы бірігіп, қамыр иленгеннен кейін жұмсақ бөлме температурасындағы сары майды қосып, тағы да июін қандырып, илейтін боламыз. Булочкадағы бір секрет қыздар, нанның июін толық қандыру керек, яғни барынша қолымызбен илеп аламыз. Міне біздің қамырымыз өте жұмсақ болып иленді. Енді қақпағын жауып ыдысымыздың 40 минут немесе 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Ендігі кезекте бізде начинка, творогқа қант және 1 жылтық салып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Менде қыздар үйдің творогы, зернисті творог, сондықтан мен блендермен еземін, біркелкі масса жасаймын. Егер сіздерде магазиннің пачка творогы болса, пастообразный, онда вилкамен араластыра салсаңыздар болады. Міне начинкасы дайын. Міне біздің қамырымыз ашыды толықтай. Енді жұмыс істеуіміз оңай болу үшін бұл қамырмен үстеліміздің үстіне аз ғана ұн сеуіп, сол ұнға бір аунатып алып, көз мөлшерлерімізбен 15 бөлікке бөлеміз. Яғни бізде 15 ватрушки шығады. Он 15 бөлікке бөлгеннен кейін осындай домалақ етіп шарик жасаймыз.
Дайын болған шариктарды міндетті түрде полотенценің астына қойыңыздар, себебі беті кеуіп кетеді. Әрбір шаригімізді осылай саусағымыздың көмегімен тек ортасын басып қана жұқартып аламыз. Көрінісі шамамен қыста сырғанайтын баллондарға ұқсайды, иә? Және осы жұқартылған ортаға жаңағы біздің дайындап алған начинкамыздың барлығын салып шығамыз. Міне барлық начинка салынды. Енді полотенцемен жауып, шамамен бір 15 минутқа қойып қойыңыздар. Булочкалар тағы да көтеріледі. Содан кейін барып қана жан-жағына жұмыртқаның сарысын жағып, пешімізге жібереміз. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып аламыз, және булочкамызды қызарғанша пеште ұстаймыз. Әркімде пеш әртүрлі, сондықтан қызарғанына назар аударыңыздар. Міне қыздар, біздің ватрушкеміз дайын, өте дәмді, әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап жақындарыңызды қуантыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.